Өнеркәсіптік электроника 6 дәріс. Тақырыбы жартылай өткізгіш диодтар, түзеткіш диодтар, диодтарды қолдану, диодтардың вольт амперлік сипаттамалары. Дәрістің мақсаты жартылай өткізгіш диодтардың құрылымы мен жұмыс істеу принципін түсіндіру, олардың вольт амперлік сипаттамаларын талдау және диодтардың негізгі түрлерін, әсіресе түзеткіш диодтардың қолдану салаларын меңгеру. Жартылай өткізгіш диод. Жартылай өткізгіш диод бұл екі терминалдан, анод пен катодтан тұратын пассивті электрондық құрылғы. Ол электр тоғын тек бір бағытта өткізіп, кері бағытта оны өткізбейді, немесе өте әлсіз өткізеді. Бұл қасиет оны түзеткіш ретінде қолдануға мүмкіндік береді. Жартылай өткізгіш диод. Жартылай өткізгіш диод П типті және N типті жартылай өткізгіштің қосылуынан пайда болған құрылғы. Бұл қосылу ПН ауысым деп аталады. Негізгі қасиеті диод электр тоғын тек бір бағытта, тура бағытта өткізеді, ал кері бағытта өткізбейді, тосқауыл жасайды. Жартылай өткізгіш негізі. Диод жартылай өткізгіш материалдардан кремний немесе германий негізінен жасалады. Бұл материалдың ерекше қасиеті оларды регерлеу арқылы өткізгіштігін өзгертуге болады. ПН өткелі. Диодтардың негізгі бөлігі ПН өткелі. Бұл әртүрлі өткізгішке ие екі аймақты П және N бір-бірімен қосылған жері. П аймақ артық кеңдіктер бар аймақ. Бұл аймақ рецепторлық қоспалармен, мысалы бор, регерленеді. Тесіктер валенттілік аймаққа бос орынды білдіреді, яғни электрон жетіспейтін орын. N аймақ артық электрондары бар аймақ. Бұл аймақ донорлық қоспамен, мысалы фосформен регерленеді. Донор кристалл торына қосымша электрон береді. ПН өткелінің түзілу процесі. П және N аймақтарының бір-бірімен қосылғанда диффузия процесі жүреді. N аймақтағы артық электрондар П аймаққа өтеді, ал П аймақтағы тесіктер N аймаққа өтеді. Осы қозғалыстың нәтижесінде ПН өткелі пайда болады. Бұл өткелде электрондар мен тесіктердің бір-бірімен рекомбинацияланады. Нәтижесінде зарядталған электрондар қабаты пайда болып, тосқауылдық потенциалдар түзіледі. Бұл қабат электр өрісін қалыптастырып, тоқтың еркін ағып кетуіне жол бермейді. Диодтың екі терминалы бар. Анод диодтың оң терминалы П аймаққа қосылады. Катод диодтың теріс терминалы N аймаққа қосылады. Диодтың негізгі қасиеті тек бір бағытта тоқ өткізеді, анодтан катодқа. Кері бағытқа қосылғанда тоқ өткізбейді, немесе тек аздаған кері ағып жатқан тоқ болады. Диодтың жұмыс істеу принципі. Жартылай өткізгіш диодтың негізгі қызметі тоқ тек бір бағытта өткізу. Бұл қасиет оның тура және кері қосылу жағдайларына байланысты. Тура қосылу. Тура қосылу бұл диодтың анодына оң кернеу, ал катодына теріс кернеу берілген жағдайда. Бұндайда не болады? Сыртқы кернеу ПН өткеліндегі тосқауыл қабаты азаяды. Бұл тосқауыл потенциалы, мысалы, кремний диод үшін 0,7 валент, германит диод үшін 0,3 валент. Сыртқы көзден түсетін кернеу тосқауылы жеңіліп өткенде, заряд тасымалдаушылар қайтадан қозғала бастайды. Электрондар N аймақтан П аймаққа, ал кемтіктер П аймақтан N аймаққа ағылады. Осылайша тоқ тізбек арқылы ағады, диод ашылады. Кері қосылу. Кері қосылу бұл диодтың анодына теріс, ал катодына оң кернеу берілген жағдайда. Бұнда не болады? Бұл жағдайда сыртқы кернеу тосқауылдық қабатты ұлғайтады, рекомбинацияланған аймақты иондардың саны артып, ПН өткелі кеңейеді. Бұл аймақта тек өте әлсіз болады, тек аздаған азат тасымалдаушылар есебінен ағады. Сондықтан диод тоқ өткізбейді, жабық күйде қалады. Ерекше жағдай ақауы, егер кері кернеу белгілі бір шектен асып кетсе, тосқауыл қабат бұзылып, күшті кері тоқ пайда болады.
Бұл жағдай диодты зақымдауы мүмкін. Диодтың қолдану схемасы: бір жарты толқынды түзеткіш. Толық толқынды түзеткіш, көпірлік схема. Вольт амперметрлік сипаттама. Вольт амперлік сипаттама бұл диодтың кернеу мен тоқ арасындағы тәуелділігін сипаттайтын график немесе функционалдық кривая. Ол диодтың қандай режимде жұмыс істейтінін анықтауға көмектеседі. Тура қосылу режимінде ме, әлде кері қосылу режимінде ме? Тура тоқ аймағы. Бұл аймақта диод анод арқылы оң кернеу, ал катод арқылы теріс кернеу беріледі. Қасиеттері: кішкене кернеулер кезінде тоқ өте аз болады, себебі ПН өткеліндегі тосқаулық қабаты әлі толық жойылмаған. Тосқаулық потенциал жойылғаннан кейін, мысалы кремний диод үшін 0,7 валент, германий диод үшін 0,3 валент диод ашыла бастайды. Осы шектен асқаннан кейін тоқ экспоненциалды түрі өзгереді. Тура тоқ жуық түрде мына теңдеумен беріледі. Бұндағы И диодтағы тоқ, И нөлевой қанығу тоғы, Q электрон заряды, U диодқа түскен кернеу, К Больцман тұрақтысы, Т температура. Кері тоқ. Кері тоқ аймағы. Бұл аймақта диодқа анод арқылы теріс кернеу, ал катод арқылы оң кернеу беріледі. Қасиеттері: диод жабық күйде болады, бірақ кері тоқ деген ұғым бар. Бұл аздаған тоқ, ол аз мөлшерде бар болатын азат заряд тасымалдаушылар есебінен жүреді. Бұл тоқ өте әлсіз, тұрақты және температураға тәуелді. Ақау құбылысы: егер диодқа түсірілген кері кернеу өте үлкен болса, белгілі бір пробой кернеуінен кейін асып кетсе, диодтағы тосқауыл қабаты бұзылады. Бұл кезде күшті кері тоқ пайда болады, пробой режимі. Егер диод қарапайым диод болса, онда тоқ диодты зақымдауы мүмкін. Арнайы стабилитрон кері пробой режимде жұмыс істеуге арналып жасалады. Вольт амперлік графиктің көрінісін мына жерден көруге болады. Кері тоқта өте аз, тура тоқ онда көп болады. Диодтардың негізгі сипаттамалары: параметрлі: ашылу кернеуі, кері тоқ, пробой кернеу, максималды тоқ, қалдық кернеу. Ашылу кернеуінде диодтың тоқ өткізе бастайтын кернеуі 0,6 валентке тең. Кері тоқ кері қосылғанда ағатын әлсіз тоқ. Пробой кернеуі кері бағытта бұзылу болатын кернеу. Максималды тоқ диод арқылы өтуге болатын ең жоғары тоқ. Қалдық кернеуі тура бағытта тоқ жүргенде түскен кернеу. Диодтар электроникадағы ең маңызды элементтердің бірі. Олар айнымалы тоқ тұрақты тоққа айналдырады, түзету. Электр схемаларын тоқты кері өтуінен қорғайды. Сигналдарды өңдейді, коммутациялайды, тұрақтандырады. Жарық шығару үшін де қолданылады. Диодтардың қолдану аясы: қолдану түрі: түзеткіштер, айнымалы тоқты тұрақты тоққа түрлендіру, қорғау схемалары кері тоқтан немесе артық кернеуден қорғайды. Импульстық схемалар: жылдам коммутация. Жарық шығаратын диодтар: электрон кемтік рекомбинация, жарық шығару. Зенер тоқ диодтары: тұрақты кернеу ұстау үшін. Диодтардың қолдану аймақтары: қолдану аймақтары: электрмен қоректендіру. Мақсаты: айнымалы тоқты тұрақты тоққа өткізу. Қорғаныс: мақсаты: кері тоқтан құрылғыларды қорғау. Импульстық техника: мақсаты: импульстерді өңдеу, басқару. Радиоэлектроника: мақсаты: селективті жиілікті сүзгілеу. Сигналдық жүйелер: мақсаты: индикаторлар басқару. Диодтардың жұмыс істеу принципін қорыта келе, тура тоқ П аймаққа оң, N аймаққа теріс кернеу қосылады. Электрондар мен тесіктер ПН өткелі арқылы қозғауға мүмкіндік алады, тоқ өтеді. Кері қосылу кезінде П аймаққа
теріс ен аймаққа оң кернеу беріледі. Кері бағыттағы тоқ өте аз, кері қанығу тоғы. Тоқ өтпейді көп жағдайда. Келесі түзеткіш диодтар. Түзеткіш диодтар бұл диодтардың айрықша түрі. Олар айнымалы тоқты тұрақты тоққа түрлендіру үшін қолданылады. Бұл процесс түзету деп аталады. Түзеткіш диодтар жоғары тоққа және кернеуге төтеп бере алатындай етіп жасалынған. Сол себепті олар қуатты электр тізбектерінде кеңінен қолданылады. Түзеткіш диодтар бұл айнымалы тоқ және тұрақты тоққа айналдыруға арналған диод. Негізгі сипаттамалар жоғары кернеу мен тоққа төтеп бере алады, тек бір бағытта тоқ жібереді, тұрақты және сенімді. Негізгі қызметі айнымалы тоқтың бағытсыз, үзіліссіз өзгеріп отырады, ал көптеген электрондық құрылғылар тек тұрақты тоқпен жұмыс істейді. Түзеткіш диодтар осындай жағдайда айнымалы тоқтың тек бір бағытын өткізеді, ал екінші бағытын бөгейді. Осылайша олар айнымалы тоқты тұрақты тоққа түрлендіруге маңызды рөл атқарады. Түзеткіш диодтар қолданысы айнымалы тоқты түзету, тоқты шектеу немесе бағыттау, тұрақты кернеу тудыру. Түзету түрлері: жарты толқынды түзету тек оң жарты толқын өткізеді. Толық толқынды түзетеді, айнымалы тоқтың екі жартысы да бір бағытта беріледі. Түзеткіш диодтардың түрлері: бір жарты толқынды түзеткіш. Бұл схемада бір ғана диод тұрады. Айнымалы тоқтың тек оң жарты толқыны түзетеді, ал теріс жартысы бөгіліп қалады. Шығыс кернеуінде жарты толқындармен тұратын импульстік сигнал пайда болады. Артықшылықтары: қарапайым құрылым, аз шығын. Кемшіліктері: пайдалы қуат төмен, сигналда көп пульсация. Толық толқынды түзеткіш. Екі диодты схема. Айнымалы тоқтың екі жарты толқынында да пайдаланылады. Әрбір жарты толқынды өз диодтары өткізеді. Бұл үшін арнайы орталық нүкте бар, трансформатор қолданылады. Көпір түзеткіш. 4 диодтан тұратын түзеткіш. Екі жарты толқында толық пайдаланып тұрақты тоққа айналады. Трансформатордың орталық нүктесі қажет емес. Артықшылықтары: тоқтың екі жарты толқынында пайдаланады, тиімділігі жоғары. Шығыс кернеуі тұрақты. Кемшіліктері: схема күрделірек, диодтардың саны көп болғандықтан кернеудің біршама бөлігі диодтарда жоғалуы мүмкін. Диодтардың қолдану салалары: түзеткіш диодтар айнымалы тоқты тұрақты тоққа түрлендіру үшін пайдаланылады. Айнымалы тоқ электр қуатын таратуда кеңінен қолданылады, алайда көптеген электронды құрылғылар тек тұрақты тоқпен жұмыс істейді. Осы себепті түзеткіш диодтар айнымалы тұрақты тоққа түрлендіру үшін өте маңызды. Диодтардың негізгі ерекшелігі: олар тек бір бағытта тоқ өткізеді, сондықтан оларды кері тоқтың ағуын болдырмау үшін қолданылады. Импульстік сигналдар көбінесе диод арқылы қалыптасады. Бұл үшін диодтар импульстік сигналдарда кеңінен қолданылады. Диодтар радиоқабылдағыштарда сигналдарды детекциялау үшін кеңінен қолданылады. Қорытынды: диодтар тоқты тек бір бағытта өткізуге арналған негізгі жартылай өткізгіш құрылғы. Олар түзету, қорғаныс, сигнал өңдеу, кернеу тұрақтылығы сияқты көптеген сигналдарда кеңінен қолданылады. Диодтардың жұмысы ПН өткелінің қасиетіне негізделген және оның вольт-амперлік сипаттамасы тоқ пен кернеудің байланысын көрсетеді. Электроникада диодтар қарапайым, әр маңызды элемент. Онсыз көптеген электрондық құрылғылардың жұмысын елестету қиын.